Каспий ғаламдық проблемаға айналуы мүмкін. Нақтырақ айтсақ, теңіздегі қуаңшылық. Сәлем қазақ елі, бұл экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Соңғы кездері Каспий теңізіндегі су мүлде төмендеп кетті. Оның басты себебі неде? Каспий аралдың күйін кешеді ме? Қазгидромет мамандары зерттеу жүргізіп, не әсер етіп жатқанын айтып берді. Су айдынына құятын трансшекаралық Еділ мен Жайық өзендерінен келетін судың аздығы. 2018-де 247-де 4 текше шақырым болса, қазір 227-ге төмендеген. Сонымен бірге, соңғы 15 жылда ауа райы қатты өзгерді. Күннің ысуынан жаңбыр азайған. Бұл жағдай қуаңшылыққа әкелуі мүмкін. Ғалымдардың болжауынша Каспийдегі су осымен тоқтап қалмайды, әлі де тартылады. Бұны Қазгидромет басшысының орынбасары Серік Сайыров айтады. Қорқынышты, бір шешім табу керек шығар.